Қайырлы күн, құрметті эфир көрермендері. Биыл қазақтың жазушысы Хамза Есенжановтың туғанына 115 жыл толды. Хамза Есенжанов Батыс Қазақстан облысының тумасы, 1908 жылы 25 желтоқсанда дүниеге келген. Бұл жазушының өмірі өрлеу мен өркендеуден, шарықтаудан және қиындық көріп, азап шегуден тұрған тағдырлы жан. Хамза Есенжанов жас кезінен, кішкентай кезінде ата-анасынан бірдей жетім қалып, ағасының қолында тәрбиеленген. 1928 жылы Алматы зоотехникалық малдәрігерлік техникумын бітірген. 1930 жылдары әңгіме өлең жазуды бастаған. Сол уақытта «Әдебиет майданы» журналына өлеңшінің жағасында «Қызыл тусақ қомақ» деген әңгімелері шығып, Бейімбет Майлиннің көзіне түседі. 1933 жылы Алматы мемлекеттік университетін бітірген. 1934-36 жылдары Ленинградтағы, қазіргі Санкт-Петербург мемлекеттік өнертану институтының аспирантурасында оқиды. 1932-33 жылдары Қазақстан жазушылар одағы басқармасының жауапты хатшысы, 1936-37 жылдары КСРО ғылым академиясының қазақ филиалының әдебиет және фольклор секторының меңгерушісі болып қызмет еткен. 1937 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік филармониясының, кейін Қазақ опера және балет театрының директоры бола жүріп, Қазақ педагогикалық институтында орыс әдебиеті тарихынан сабақ берген. Сол уақыттарда сабақ беріп тұрған жерінен тұтқындалып, халық жауы деген жала жабылып, түрмеге отырғызылады. Жазушының басты шығармасы «Ақжайық трилогиясы». Бұл трилогиясын Хамза Есенжанов жан-жағынан тінту, қадағалау, бақылау қойылғанына қарамастан, түрмеде отырғанда қолына түскен сіріңкенің қорабына немесе қайыңның қабығына жазып бастаған екен. Және де осы 17 жыл түрмеде отырғанда Хамза Есенжанов француз тілінде үйренген, әрі аударма ісімен де айналысқан екен. «Ақжайық трилогиясына» заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов Европа үлгісінде жазылған тұңғыш шығарма деп баға берген екен. Автор отарлық езілген, қиналған, халық бостандығы мен бақыты үшін күрескен ерлердің жиынтық бейнесін жасап, нақты тарихта болған адамдардың өмір жолын шебер суреттеген. «Ақжайық трилогиясының» бірінші бөлімі 1957 жылы, екінші бөлімі 1959 жылы және үшінші бөлімі 1965 жылы жарыққа шыққан екен. Яғни Хамза Есенжанов сталиндік зұлмат дәуірдің шындығын бұл тақырыпқа тыйым салынған кездің өзінде де тұспалдап айтса да жазуға батылдық жасаған. Романдағы қазақтың мен деген небір керемет жігіттерін алдынан бір орыс, артынан бір орыс қарауылмен айдап, бала шағаларын жылатып, вагонға тиеп кеткені жайында Әділбектің аузымен айтылатын жері сол заманның шындығы. Әрі кезеңді немесе аштық репрессия жылдарын айтпағанда, азамат соғысында да, төңкеріс кезінде де қазақтың көптеген асыл ерлері шейіт болды. Оқаш тұқыны сұраусыз кетті. Елде төңкеріс болғанда сансыраған халықтың бір тобы бір жаққа шығып, екінші тобы басқа жаққа болсам деп, өзара бір-бірімен тіресіп, соғысып, ортада қаны судай аққан. Міне «Ақжайық трилогиясы» осы кезеңді суреттейді. 1967 жылы жазушы әйгілі романы үшін мемлекеттік сыйлықты иеленді. Кезінде Сәбит Досанов бұл романды Шолоховтың «Тихий-Донымен» салыстырған екен, яғни осы екі шығарманың арасында ұқсастығы бар деген екен. Әрине бұл жерде екі романда да бір отбасының тарихы туралы айтылуы
және жаңа кезеңге қандай жолдардан өтіп келдік деген сұраққа жауап беріп тұрғандықтан ұқсастықтың болуы заңды шығар. Сондықтан орыс халқының тарихы болса, Ақжайықта қазақ халқының тарихы бар. Романның трилогияның бірінші кітабы «Төңкеріс үстінде» деп аталады. Бұл бөлімде ақтардың Оралды қалай басып алғаны жөнінде айтылатын болса, келесі бөлімі, Шыңдалу бөлімі, мұнда халықтың бойында қарсылықтың пайда болуы туралы суреттеледі. Және үшінші кітабы тар кезеңде Совет үкіметінің орнауы туралы айтылады. 1963 жылы осы Ақжайық трилогиясының заңды жалғасы болып табылатын көп жыл өткен соң шығармасы, және 1973 жылы ағайынды Жүнісовтер романдарын жазды. Соңғы екі кітапта жаңа өмір құрған елдің саңқылы тұрмыс тіршілігі мен әділет үшін күресі, адамның азамат ретінде қалыптасуы бейнеленген. Ағайынды Жүнісовтер романы немесе Жүнісовтер трагедиясы деп аталады. Асыра сілтеудің арты халықты қандай күйге жеткізгенін көрсеткен, халықтың басынан кешкенін қапысыз берген шығарма. Кейін осы шығарманың совет цензурасынан өтпей қалған тұстарын сыншы ғалым Зейнолла Серікқалиев қайтадан қалпына келтірді. Романда сөз болатын дүрбелең бір әулеттің басынан өткен оқиға сияқты суреттелгенмен, қазақтың көрген құпайы да, қиындығы да осы кезеңде болған. Хамза Есенжанов сөзінің басында 17 жыл өмірін түрмеде өткізді деп айтқан болатынмын. Алайда 10 жыл отырғаннан кейін түрмеден босатылғанымен 1948 жылы ерте босатылған деген желеумен қайта ұсталып Теміртауға жер аударылады. Бір жылдан кейін өмір бойы жер аударылысы деген шешім шығарылып, Красноярск өлкесіне жіберіледі. Сол кезде Хамза Есенжановтың жары София Тастемірова, ол кісі дәрігер болған екен, КСРО денсаулық сақтау министріне хат жазып, өзін жолдасының соңынан жіберуге өтініш жасайды, бірақ өтініші аяқсыз қалып, ол кісі Алматыны өз бетімен тастап, елінің соңынан кетуге мәжбүр болады. Хамза Есенжановтың жарына шамалы тоқтап кететін болсақ, София Жақия қызы, бұл кісі Мағжан Жұмабаевтың жиен қарындасы екен, яғни София Тастемірованың анасы Ғалия мен Мағжан Жұмабаевтың әкесі Бекен екеуі туған ағалы қарындасты болып келескен. Хамза Есенжановпен жаңағы жары Ақтөбеде кездесіп танысқан, сол Ақтөбеде Софияның апа жездесі отырған екен. Жалпы тек Хамза Есенжановтың ғана емес, оның жарының да тағдыры жеңіл болмаған. Жаңағы ұлы, Эмиль деген ұлы, тұңғыш ұлы, бұл баласының атын француз жазушысының құрметіне атаған екен. 6 жасында осы бала белгісіз аурудан көз жұмады. Бұл кезде Хамза Есенжановтың қамауда отырған кез екен. Сол кезде жаңағы жұбайы жазықсыз жапа шегіп тұтқында отырған жарының жағдайын ойлап, осы баласының дүниеден өткенін хабарламауға шешім қабылдаған екен. Хамза Есенжанов тек 1955 жылы толық ақталып шығып, қазақ әдебиетінің дамуына өз үлесін қосты. Оның шығармалары біздің қазақ халқының әдебиетін жаңа белестерге көтерді. Өмірінің соңғы жылдары қарт қазақ, жайын білерде, жар, тағы басқа әңгіме, очерк, әдеби сын мақалалар жазды. Кітаптар жарық көре бастады. Неге алдарыңызда соңғы 2013 жылы шыққан шығармалар жинақ алдарыңызда тұр. Бұдан ертерек шыққан кітаптарда біздің кітапханамызда бар. Сонымен бірге Хамза Есенжанов әрі аудармашы, Шолоховтың Тихий-Дон романының 1 және 4 кітаптарын, Тургеневтің Рудин, Иван Шуховтың Өшпенділік романдарын, Пушкиннің Дубровский повестін
тағы басқа шығармаларды қазақ тіліне аударған. Сонымен қатар бастауыш орта мектептер үшін оқулықтар жазған. Еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендерімен және медальдармен марапатталған. Жазушы түрмеде тартқан ауыртпалықтың салдарынан 1974 жылы дүниеден 65 жастан асқан шағында дүниеден өтті. Оның есімі Орал қаласында балалар мен жасөспірімдер кітапханасына берілген, бір көшеге есім берілген және ол кісінің құрметіне ескерткіштер қойылған. Шынымен де Хамза Есенжановтың есімі қазақ әдебиетінде айтылуы тиіс, оның шығармалары оқылуы тиіс. Сондықтан да баршаңызды біздің кітапханаға келіп, осы мерейлер жазушының шығармаларымен, тарихи шығармаларымен танысуға бәріңізді шақырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.